демалып жатыр және мен ойлаймын жаз деген ол бір нағыз ғашық болатын кез ғой. Қазір жас қыздар жігіттердің барлығымен бір-бірімен танысып, солай эйфорияда жүретін кездер, сондықтан мен ойлаймын өте керемет біздің жазғы маусымның басталып жатқаны дәл қазір әсіресе жастар жақсы түсінеді. Тахир мырзаның айтары бар сияқты. Негізі ғашық болу бұл негізі күз бен көктем мезгіліне жақсы келетін сияқты. Жазда ыстықта терлеп жүрген кезде қандай ғашықтық білмеймін. Балаусаның несі? Қызылордадан емессіз ба? Жоқ, мен Қызылордадан емеспін. Достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Ұйқымнан енді тұрдым. Жарты сағат болды, бет-қолым жуып алып, енді жұмыртқа қуырып жатырмын. Мына гүлді қараңыздаршы. Алмаздың махаббат гүлі солмайды деген. Әлі солмай жатыр, солса да мойындамай жатыр, солғанша. Сенгім келіп отыр нәрсеге. Сөйтіп Алматыда қалып, сол гүлдің орнына новый гүл келгенше өйстіп күтіп отыра беремін деп шештім десеңе. Енді қыздар, мен алдында да айта кеткен болатын сіздерге. Косметика мен барлығын көрсетем деп бүгін дайын болыңыздар. Стористе қандай уход жасайтынымды барлығын көрсем, одан бөлек мынау бардак болып жатқан үйді жинаймын. Кішігірім обзор түсіріп өтетін болам. Көріп отырыңыздар. Сол маған ас болсын, тамамды ішіп алайын. Сосын барып қыз болып үй жинаймын. Яқта мусорға, посудаға мән бермеңіздер. Достар, қалдарыңыз қалай? Мен кішкене ауырып қалған жайым бар. Тұмауратып. Ангинам ұстап, кішкене тұмауратып дайын деп жатқан сияқтымын. И заодно үй жинап, тіректерімді істеп, кірлерімді жуып, қолмен тиіп жатыр. Енді сұрақтарыңызға жауап берейін. Қосылайқа қайтадан шақырса баратын бедіңіз дейді. Негізі, никогда не буду зарекаться, бармайым или барам деп, ол жағы енді беймәлім, көреміз бұйыртқанына қарай. Барам деп те, бармайым деп те айта алмаймын. Мен барлығымен өте жақсы араласатынмын, әлі де араласамын. Біз Бекеш екеуміз бірге тұрдық, сол үшін Бекеш екеуміз көп бірге уақыт өткізгендіктен ең қатты Бекешпен араласып кеттім. Атак негізі Мири бар, Назерке бар, Гүлвира бар, Маржан бар, Талшынмен де жақсы араласатын, Дәлпекен, бәрі өшім. Ал ұлдардан тоже бәрімен, Абылаймен, Тияспен, бағанағы Бекамен, Санатшамен бар, мен өте жақсы тіл табысып, өте жақсы араласатынмын. Әлдер Шерхан туралы сұрақ өте көп. Мен прям өте көп, бір 70% Шерхан туралы сұрақ қойылыпты. Біз Шерханмен осы бір сұраққа жауап бере кетейін, осы барлық сұраққа жауап болсын. Шерханмен сыйластығымыз түзу, сәлеміміз түзу. Әрқашанда мен оны сыйлаймын, ол да мені сыйлайды. Сол ғой, сыйластығымыз түзу. Адамның сырт келбеті маңызды ма, әлде мінезі маңызды ма дейді. Бұл негізі өте спорный вопрос. Кейбір адамдарға түр маңызды, кейбір адамдарға мінез маңызды деген сияқты. Бірақ маған аса бір қатты түр маңызды емес. Маған харизма, адамгершілік, қарапайымдылық сондай жағын көп өңілем. Ал негізі бірақ адамды ең бірінші көргенде, первое впечатлениеде біз ол адамның түр әлпетіне по-любому қарап қоямыз. А так негізі ары қарай келе бере ол адамның мінезіне қарай бағалаймыз ғой. Қыздарға жігіттер мысалы қылығына қарайды, ал қыздар жігіттердің бағанағы сөзіне, іс-әрекетіне қарайды деген сияқты ғой. Өміріңізде сізді ерекше бақытты ететін кішкентай қандай нәрсе дейді. Бұл менің ата-анамның доча, қалайсың деген сөздері. Ол кісілерді өте қатты жақсы көрем. Сол кісілер бақытты болса, сол кісілер айналайын деген бір ауыз сөз болса, менен бақытты адам жоқ. Жандарым.
Мен де сіздерді жақсы көремін, өте қатты жақсы көремін, білмейсіздер ғой. Кім мені жақсы көреді, мен оларды 10 есе жақсы көремін. Рахмет, мені просто жақсы көретіндеріңіз үшін. Жондорым. Деп ұялқансың ғой. Тәнем. Рахмет үлкен. Деп сразу нәзік болып андай болып кеткенінше, майысқанынше. Мә жандарым, сол мынандай сообщение өте көп. Қайтадан келесіз ба, қайтадан келіңізші, қайтадан келіңізші деп жатқандар, жекеме жазып жатқандарды өте көп. Үлкен рахмет. Мен сіздер үшін қызық сондай бір персонаж болғаныма, қызық адам болғаныма өте қатты қуаныштымын. Спрос бар екен десең, ойнап айтам құрсын. Енді ол бәрі бір алланың қолында, ертең не болатынын білмейміз. Мен жұмыстарым бар, басқа жеке өмірім басқаша арнаға бұрылып кетуі мүмкін деген сияқты. Если жұмысым бәрін реттеп, қолым босап, мысалы екінші жартымды кездестірмей жатырсам, тогда можно, ол бір алланың қолында қалай болатынын нақты білмеймін. Сол үшін 100% барам или 100% бармаймын деп айта алмаймын. Бірақ мені осылай сізді көргіміз келеді деп жатқан жандарға мыңда бір алғыс. Енді контентті қолға алатын ойым бар. Сол үшін кім контент түсіргісі келеді, бағанағы или мобилограф, видеографтар болатын болса, сотрудничество жасағысы келетіндер болса, жазсаңыздар болады. Атыңызды өзгертуге мүмкіндік болса, қандай есім қоятын едіңіз дейді. Атымды мүлде өзгерткім келмейді. Өзім атым өзіме қатты ұнайды. Сол үшін мүлде ойымда болмаған ол. Всем привет, достар, қалайсыздар? Мен туған күнімді бір 2-3 күн от души тойладым, артынан тойға бардым, ауылға, сөйтіп неда инстаграма болып кетті. Бірақ негізі күшті өтті бәрі. Андай важный события болып жатыр өмірімде. Сіңілім ұзатылып жатыр, 30-ға толып жатырмын, ернімне ұшық шықты десең. Сол соңғы жаңалықтардан. Басқа особо жаңалық жоқ. Сол жазда рахаттанып, қыдырып, сөйтіп жүрмін. Бірақ уақытша қазір айтарлықтай ешқандай жұмыспен айналысып жатқан жоқпын. Соны ойланып жүрмін, не істесем болады деген сияқты. Кезінде шоу балетім болған, соны да мысалы бекер сатып жібердім ба дегенде ойлар болып жатыр. Әлде шығармашылығымды қолға алайын ба? Білмеймін, негізі сәл қиындау тема ғой, өйткені шығармашылықпен айналысу үшін кішкене ақша керек деген сияқты. Ақша табу үшін жұмыс істеу керек, жұмыс істесең шығармашылығың жайына қалады. В общем, сонда кішкене не істерім